Hello dears, how are you doing? Сәлем құрметті қадірменді үйренушілер, жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз керемет сабақты өтеміз. Ол adverbs of frequency, яғни жиілікті білдіретін үстеулер. Яғни ол не дегеніміз? Ол мен әрқашанда тамақ жеймін, мен ешқашанда тамақ жемеймін деген сияқты жиілікті білдіретін сөздер. Немесе мен кейде сабаққа кешігемін деген сияқты жиілікті білдіретін сөздер. Енді бірінші үйренетін сөзіміз ол always. Always дегеніміз әрқашан деген мағынаны береді. Мысалы, I always wake up at 7 o'clock. Яғни мен әрқашанда сағат 7-де оянамын. Яғни байқасаңыздар always етістіктен алдын тұр. Дұрыс қой, етістен алды. I always wake up at 7 o'clock. Wake up деген ояну. Сонда I always wake up at 7 o'clock. Мен әрқашанда 7-де оянамын. Егер болымсыз формасында қоятын болсақ, present simple-да білесіздер, көмекке бізге не келетін еді? Don't келетін еді. Яғни I don't always wake up at 7 o'clock деген бір сөйлем шығады. Яғни don't дегеніміз always-дің алдында келеді деген. Соны естен шығармайық. Келесі үйренетін сөзіміз usually. Usually дегеніміз, яғни ол әдетте деген мағынаны береді. Мысалы, I usually work in an office. Мен әдетте офиста жұмыс жасаймын. Яғни мен офиста әдетте жұмыс жасамаймын деп айтқыңыз келсе, тағы да don't келеді. I don't usually work in an office деген сөз шығады. Өте ыңғайлы және оңай. Яғни болымсыз формасы үстеудің алдында жүреді. Don't үстеудің алдында жүреді. Яғни I don't usually work in an office деген сөз шықты. Одан кейін үйретім келетін сөз often. Often деген жиі деген мағынаны береді. Мысалы, I often eat fast food. Мен жиі fast food жеймін деген мағынаны береді. Ал егер мен жиі fast food жемеймін деп айтатын болсам, I don't, яғни don't ненің алдында келді? Үстеудің алдында келді. I don't often eat fast food. Яғни осыны естен шығармайық. Егер ол үшінші жақта тұрса қалай болады? Мысалы, Аслан деп көрейік. Аслан often eats fast food. Не үшін eat деген етістікке мен s жалғадым? Өйткені ол Аслан, яғни he, жекеше түрі. Жекеше түрі болғанда етістікке не жалғанады? Енді present simple-да s жалғанады. Енді болымсыз форманы айтып көрейік. Аслан doesn't often eat fast food. Яғни Аслан жиі fast food жемейді деген сөзді шығардық. Яғни бізге көмекке не келеді болымсыз формада? Үшінші жақтың жекеше түрінде doesn't келеді. Яғни Аслан doesn't eat fast food. Яғни Аслан doesn't often eat fast food деген сөз шығады екен. Келесі үйреткен келетін сөз sometimes. Яғни ол арасында деген мағынаны береді. Яғни I sometimes play tennis. Мен арасында теннис ойнап тұрамын деген мағынаны береді. Мен арасында теннис ойнап тұрмайын болса, I don't sometimes play tennis деген шығады. Енді үйретім келетін сөз, яғни өте сирек жасайтын жұмысты, яғни сирек болатын дүниелерді hardly ever, почти никогда деген мағына, hardly ever. Hardly ever дегеніміз, яғни арасында өте бір сирек мағынасында қолданады, hardly ever. Мысалы айтатын болсақ, мысалы I hardly ever play football. Яғни мен өте сирек футбол ойнаймын. Яғни арасында ғана футбол ойнаймын деген мағына. Немесе Аслан арасында футбол ойнайды. Аслан hardly ever plays football. Яғни Аслан арасында ғана футбол ойнайды деген мағынаны береді. Енді ең соңғы сөзіміз ол never. Never дегеніміз ешқашан деген мағынаны береді. Мысалы мен қант қоспаймын, қант жемеймін деген мағынаны қолданатын болсаңыз, I don't eat sugar. Яғни мен қант жемеймін деген мағынаны береді. Немесе оны қалай қолдануға болады? I never eat sugar. I never eat sugar дегеніміз мен қант ешқашанда жемеймін деген мағынаны береді. Осы жерде бір қызық дүние бар. Байқасаңыздар, мен қалай қолданбадым? Қазақ тілінде мысалы мен ешқашан, яғни ешқашан деген бір болымсыз, жемеймін екінші болымсыз. Яғни қазақ тілінде болымсыздар қатар жүре береді. Ағылшын тілінде сөйлемде бір болымсыз ғана жүреді. Ол қалай? Ол бұлай. I never eat sugar. Яғни мен ешқашан қант жеймін деп айтады, бірақ мағынасы мен қант жемеймін мағынасы. Немесе I don't eat sugar. Яғни бір болымсыз жүреді. Не never жүреді, не don't жүреді. Екеуі қатар жүрмейді ағылшын тілінде. Екі болымсыз қатар жүрмейді. Соны естен шығармаймыз. Құрметті үйренушілер, бағана үйреткен барлық сөйлер, олар етістіктің алдында келді сөйлемде. Енді сөздің соңында келетін сөйлерді үйреткім келеді. Яғни олар қандай? Олар every,
Мысалы, every деген every day болса күн сайын, every week болса апта сайын, every month десе ай сайын деген мағынаны береді. Немесе every year болса жыл сайын деген мағынаны береді. Мысалы, былай, I play football every day. Яғни сөздің соңында тұр every day. Немесе I go to school every month. Мен ай сайын мектепке барамын болса, сөздің соңында тұр, яғни every. Енді тағы бір үйретім келетін сөз, ол once a month, once a day, яғни бір рет болатын болса. Егер оқиға 2 рет болатын болса, twice болады, 3 рет болатын болса, 3 times, 4 рет болса, 4 times кете береді ары қарай. Ол дегеніміз былай. Мен қазір түсіндіріп өтем. Мысалы, мен аптасына 1 рет, мысалы, не істеймін? Футбол ойнаймын. I play football once a week. Үш жерде өзгереді. Once a week, once a day, once a month деп өзгерте бересіз өзіңізге байланысты. Ол сөздің, яғни сөйлемнің соңында жүреді. Мысалы, тағы бір мысал келтіріп көрейік. Мысалы, айтып көрейік, мен фастфудты айына бір рет жеймін. Мысалы, I eat fast food once a month. Once a month. Яғни мен айына бір рет жеймін. Егер мен айына 2 рет жейтін болсам, I eat fast food twice a month. Түсінікті ғой, иә? Мысалы, бір оқиға болады, ол бір жылына 2 рет жасайтын болсақ. Мысалы, ол қалай болады? Мен, мысалы, теннисті жылына 2 рет ойнасам. I play tennis twice a year. Яғни жылына 2 рет деген мағынаны береді. Соны естен шығармайық. Ары қарай 3, 4, 5 рет болатын болса, 3 times, 4 times, 5 times деп кете береді. Соны естен шығармайық. Құрметті үйренушілер, қазір үйренген сабағымыз adverbs of frequency, яғни жиілікті білдіретін үстеулер деген мағынаны береді. Қазір тапсырмаларды орындаңыздар, сіздерге барлық сабақ түсінікті болды деген ойдамын.